2023 жылдың аяқталуына санаулы күндер қалды. Кеше оқу-ағарту министрі Ғани Бектайұлы білім саласының қызметкерлеріне арнап үлкен пост жариялады. Өзінің сөзінде мемлекетімізде білім саласында атқарылып жатқан көп істер туралы оң нәтижесін айтты. Абай облысы Семей қаласындағы номер 16 жалпы орта білім беретін Төлеубай Аманов атындағы орта мектептің оқушылары менен ұстаздары да биыл көптеген жұмыстар жасады. 47 мектеп түлектерінің ішінде 4-еуі алтын белгі иегері болды, 7 оқушымыз үздік аттестатқа иеленді. Негізгі мектепті аяқтап отырған 9 сынып оқушыларынан 11 оқушымыз үздік аттестатқа иеленді. Өтіп жатқан барлық республикалық ғылым негіздері бойынша олимпиадалардың қалалық және облыстық деңгейлерінде оқушыларымыз жүлделі орындарға ие болып жатты. Мектебіміздің ұстаздары, атап айтсақ, Жанар Нұрақынқызы, Гүлнар Ағзамовна көптеген қазақ әдебиеті оқулықтарының авторлары. Мектепте 1030 оқушыға 87 ұстаз білім мен тәрбие беруде. Ең бірінші, біз мектепте оқушылардың қауіпсіздігіне басты назар аударамыз. Осы жағдайда бейне бақылау камералары, дабыл қағатын түйме, турникеттер өзінің қалыпты жағдайда жұмысын атқарып жатыр. Әлеуметтік аз қамтылған отбасыларынан шыққан 120 оқушыға мектеп формасы берілді. 20 оқушымыз жазғы лагерде тегін демалды. Ал 1 қыркүйектен бастап 1-4 сыныптың 419 оқушысы, ал аз қамтылған 46 оқушы тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілуде. Мектепте материалдық базаның дамуына көп жағдай жасалған. Биылғы жылы оқушылардың спортпен жетістігін қамтамасыз ету үшін футбол алаңы салынды 8 миллион 200 мың теңгеге. STEM кабинет, заманауи кабинет 6 миллион 227 мыңға аталып отыр. Сонымен қатар акт залы, асхана, көптеген кабинеттер, жылу жүйесіне ағымдық ремонттар жасалды. Сонымен қатар ерекше білім беруді қамтамасыз ететін оқушылардың қолайлы жағдай жасау үшін сол балаларға мектепте 770 мыңға ағымдық ремонттар жүргізілді. 2024 жылға ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде тәрбиелеу мен оқытуда жағдай жасай отырып, білімді, бәсекеге қабілетті, интеллектуалды тұлға тәрбиелеуді бүкіл ұжым болып мақсат етіп отырмыз.